Жер қатынастары бөлімінің жерді орналастыру секторының меңгерушісі Айман Әбілханова 2016 жылға атқарылған жұмыстарымен бөлісті. Оның айтуынша бөлімге 1078 өтінім келіп түссе, оның 269 құжаттары мемлекеттік талапқа сай рәсімделмегендіктен қайтарып берілген. Қаралынбаған құжаттардың 154-і жер телімдерін қалыптастыру жөніндегі жерді орналастыру жобасының бекітілмеуіне қатысты, ал жер телімдерінің нысаналы мақсатында рұқсат беру мемлекеттік қызмет түрі бойынша 75 өтініш кері қайтарылған. Өткен жылы сонымен қатар жер қатынастары бөліміне оның мемлекеттік қызметкерлеріне қатысты шағымдар болмаған. Сонымен қатар 2016 жылы бұл мемлекеттік мекеме 6 мемлекеттік қызмет көрсетсе, биыл олардың қатарына тағы 2 қосылған. Олар сауда-саттықты өткізуді талап етпейтін мемлекеттік меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды алу, елді мекен шегінде объект салу үшін жер телімін беру.